My chance to go watch made in China. We play ping pong ball made in China. Қайырлы күн достар. Менің есімім Арман Берікқалиұлы, Жібек жолын жаңғырту бизнес академиясының негізін қалаушысы. Made in China деген сөзді оқыған кезде сізге қандай ой келеді бірінші? Әрине, түсінікті, өте негативный ой келеді. Тауардың сапасы нашар деген. Ал енді сізге сұрақ, үйіңіздегі тұрмыстық, техникалық заттарды, жалпы кез келген заттарды артын ашып оқысаңыз, Made in China деп тұрады. Мейлі ол Samsung болсын, мейлі ол LG болсын, қандай брендтік компаниялар болсын. Неге онда олардың тауарлары сапасыз емес? Дүние жүзінің 90% жаңағы атап айтқан Samsung, LG, үлкен Apple компаниялары Қытаймен бизнес жасап жатқанда, біз неге жасамаймыз? Бізге бәрібір сол шет мемлекеттен айналып келеді тауарлар. Соны біз өзіміз тікелей алуға мүмкіншілігіміз өте зор. Сол мүмкіншілікті жіберіп алмаңыз. Көрдіңіздер ма? Made in China деген сөзді оқыған кезде сапасыз дүниелерді еске түсіру емес, қайта қандай тауарлар керек, қандай сапада керек сізге, сондай тауарлар жасап береді. Толыққанды ақпарат білгіңіз келсе, алдағы уақытта мен осы тақырыпқа байланысты тренингтер өткізіп отырамын. Яғни тек қана Made in China емес, өз брендіңді жасау, қалай ақшасыз завод ашу, Қытайдан тікелей заводтан тауар алдыру, көптеген сұрақтар бар. Сол сұрақтардың барлығын жауап ала алатын боласыздар. Толық ақпарат төмендегі номер арқылы біле аласыз. My chance to go watch made in China. We play ping pong ball made in China.